Сәлем аналар, сіздерге бүгін соска, яғни емізік туралы айтатын боламын. Емізік балаға зиян ба, пайдалы ма, керек пе, қажет пе, барлығын айтатын боламын. Бала жылап жатқанда, аузына емізікті сала қалғанда, оның жұбанып, жылауын қоя салғаны барлық аналарға ұнары анық. Дегенмен таяқтың екі ұшы бар демекші, емізіктің зиянды жағы бар. Толығырақ білу үшін осы видеоны тыңдап шығуға кеңес беремін. Алдымен әдеттегідей осы видеоға лайк басып, каналға тіркелейік. Емізік баланың сору рефлексін қанағаттандыру үшін пайдаланылады, ал кейбір жағдайда баланы тыныштандыру үшін де қолданылады. Емізіктің шамадан тыс қолданудың зиянды тұстары бар. Соның бірі бала тістенуінің бұзылысы. Осы туралы кеңірек тоқталсақ. Қай уақыттан бастап емізікті қолдануға болады? Балаға туылған күннен бастап емізікті беруге болмайды. Себебі ол толықтай сору процесін үйрену үшін бірнеше уақыт керек болады. Егер сіз балаға емізікті ерте беріп қойсаңыз, онда бала омырауды емуден бас тартуы мүмкін. Сонымен қоса, омырауға сүт жиналу процесін бұзады. Сондықтан баланың қарапайым қабілеттері сору толық қалыптасқаннан кейін ғана шамамен 5-7 аптадан кейін күте тұрғаныңыз жөн. Яғни 3-4 айдан бастап бере берсеңіз болады. Бала тістенуі қай кезеңде қалыптасады? Ең алдымен 0 мен 6 ай аралығы. Бұл кезеңде жақтың дұрыс қалыптасуы маңызды, себебі олар алғашқы тістерге дайындалады. Екінші 6 ай мен 3 жас аралығы. Бұл кезеңде уақытша тістену қалыптасады. Кейінгі кезең 3 пен 6 жас аралығы. Қалыптасып біткен уақытша тістену және жақтың тұрақты тістерінің шығуына дайындалуы болып табылады. Емізік баланың тістеуіне қалай әсер етеді? Баланың астыңғы жағы үстіңгімен салыстырғанда кішкентайлау болып келеді. Бала омырауды ему кезінде оның тілі толқын секілді қимылдар жасайды. Соның себебінен жақ алға қозғалып тұрады. Емізікті сору кезінде тілдің жаққа ауырлық түсіруінен бұлшық ет тепе-теңдігі бұзылады. Сонымен қоса сілекей көп бөлініп, жоғары тістер бірте-бірте алға жылжи береді. Емізікті шамадан артық сору салдар неге алып келуі мүмкін? Алдыңғы ашық тістену, екі жақтың да тістері өзара мүлдем жанаспай, оның орнына саңылау болып тұрады. Прогнатия, үстіңгі жақтың алға шығып кетуі. Соның себебінен төменгі жақ тістерімен жанаспайды. Енді қай уақытта баланы емізіктен шығару керек? Бала өмірінің алғашқы жылында ему рефлексі физиологиялық қажеттілік болып саналады. 8-9 айға таяу ему рефлексі біртіндеп шайнау рефлексіне ауысады. Себебі бала қосымша тамақ жей бастайды. Дәл осы уақыт бала үшін емізікті тастауға психологиялық және физиологиялық жағынан қолайлы сәт. Емізікті қалай дұрыс пайдалану керек? Болашақ тістер мен емізік бір-біріне кедергі келтірмес үшін оны қолдануды азайту керек. Балаға емізік бере салып тыныштандырудан бұрын баланың жылау себебін анықтауға тырысыңыз. Емізікті ең соңғы құрал ретінде қолдануға болады. Емізікті әрқашан таза ұстап, арнайы ыдыста сақтау керек. Және жаныңызда бүлініп қалған жағдайда емізікті тазартатын құралдарды ала жүру керек. Емізік пен тістену бір-бірімен әрекеттеспес үшін бала тойып тұрған кезде беріңіз. Егер бала емізікпен бірге ұйықтайтын болса, ұйықтап қалған соң емізікті алып тастаңыз. Емізікте қандай да бір ақау пайда болса, оны бірден ауыстыру керек. Бала өмірінің алғашқы апталарында емізіктен мүлдем бас тарту болып табылады. Енді сіздерге сұрақ, балаңыз қай уақытқа дейін емізік емді? Емізіктен балаңызды қалай шығардыңыз? Бөлісе отырыңыздар, төменге пікір қалдырып кетіңіздер. Мүмкін сіздің тәжірибеңіз басқа да аналарға пайдалы болып қалар. Видеода айтылған ақпараттар сіздерге пайдалы болды деген ойдамын. Қыздар, каналдың дамуына үлес қосайық. Лайк басып, каналға тіркеліп, қоңырауша белгісін баса өтіңіздер. Бірінші болып жүктелген видеоны алғашқы болып көресіз. Сау саламатта болыңыздар.